Монғолияның Баян-Өлгей аймағының Алтай сұмында туылып өстім. 6 жасымнан бастап қой деймін, шамамен сол кезінде осы домбыра тарту деген бір кереметтей дүние пайда бола бастады. Қызығушылығыңыз? Иә, қызығушылық. Қалай үйрендіңіз? Ешкімнен үйрендім деп айта алмаймын негізі. Әкеміз марқұм тартатын домбыра, бірақ ол кезінде біз еміс білемін. Негізі домбыра маған ешкім тартып үйреткен жоқ. Бұлай өзінің Құдайдың берген бір талантының арқасында үйрендім. Сонан кейін осы той томалақтарда ән шырқап, әндетіп жүретін болдық, қара өлеңдер айтып жүретін болдық. Керей қазақтарының әндері деген ол кезінде біз білмей тұғымыз ғой. Ең алғашында Қытай қазақтарының анандай бір магнитофондай кассеталар болды ғой. Солардан осы бұрын естімеген әндер деген 90-шы жылдар, 98-99 жылдар ау деймін. Сол кезінде сондай бір керемет кассеталар шықты. Қазақтың не бір керемет әндері болды ішінде. Соларды жаттап өстік, соларды тойда айттық. Сол арқылы осылай келдік. Оның кейін 2012 жылдан кейін ба, интернет жаңағы Facebook арқылы халыққа әндерімізді айтып, солай жүре бастадық. Келесі термия болғанда осы керей қазақтарының ішінде кеңінен танылған терминнің бірі осы бұрын өткен ғасырда бір кереметтей мықты ақындар болды ғой. Солардың ішінен бірде бірегей деп ойлаймын өзім. Сақаба Құдагелдіұлы деген кісінің сөзіне жазылған бір дүние деген жақсы терме бар. Қазір сіздің яғни каналыңызға, арнаңызға орындап берейін деп отырмын. Осы театрда істейді қазір. Дәстүрлі әнші Жапар Қапшыл деген ағамыз бар. Сол кісі орындап жүрді. Мен сол кісіден түп нұсқасын алдым деп айта аламын. Кітаптарда Желмая деген бір кітап болды. Соның ішінде осы өлгейдің танымал ақындары болған бұрынғы сол кісілердің өлеңдері болды. Сол өлеңдерден теріп алдық. Соны қазір орындап жатқан жайымыз бар. Дүние кімді жолдан тайдырмаған, қорғаншақ айтар сөзін айта алмаған, ойсыздың кеудесінде қозғалыс жоқ, жұмыртқа құс бола ма шайқалмаған. Күнде төді, түнде төді, түбіне дүниенің кім жетеді? Жеткізем деп тірлікте жоқ тіздетіп, жалғыз күн жер қойнауына індетеді. Жүрегін жақсылардың ажал озған, ақылды жауыз артық ақмақ достан. Өмірің кәрілікке келгеннен соң, бейне бір жолаушысың көлік тосқан. Жүрегің жараланса ем табылмас, жақсыға өзі теңдестен табылмас. Қадыры ақсақалдың кетсе міне, отырар малдас құрып түр табылмас. Жүйрікпен жорғаныңда құны бірдей, жетім мен жесірдің де күні бірдей. Жетесі жоқ наданға ойланбайтын, өмірдің күні менен түні бірдей. Боп шапқан сайын көсілмеген, шешем боп айтқан сайын шешілмеген. Жігіттің қасиеті осында тұр, жігіттің қасиеті осында тұр, дәуіргі беш нәрсеге есірмеген. Шапқанда жер қалады тайдандағы, түседі суға сәуле айдандағы. Қолыңнан бір күн шығып кеткеннен соң, жоқ екен өмір қайтып байланбағы. Бетеді сұртаң жерге адыраспан, оңайлықпен қосылмас ажырасқан. Тірлікте жамандықпен өмір сүрме, өтеді бұл дүние бәрі бастан. Шерте біл өміріңнің қоңыр күйін, тозады адам тұр ғой темір бұйым. Тірлікпен өміріңді алмастырма, болғанда тірлік оңай өмір қиын. Жігітке жараспай ма ақыл мен ой, не керек қуыс кеуде аласа бой. Дос болсаң өмірлікке жақсымен бол, жаманмен бір күн жолдас болмай ақ қой.
Жақсылар алабына үлгі шашқан, жөн сөйлеп әркез тура аяқ басқан. Деген бар ойнасаң да ойлап сөйле, жұғады мінез достан ауру астан. Енесіз бота қалай боздамасын, ғасыр ет кімнің жерін қозғамасын. Болмаса 100 жасайтын ғұмырың жоқ, сондықтан жоқты ойлап тозбабасын. Енесіз бұзау қалай өмір емес, қызықсыз өткен өмір емес. Осыған есеп жаса ей ағайын, өзегің үзілмейтін темір емес. Ағаштың қызыл болмас шірегінде, сыйламас жаман адам мілігінде. Жылаудың өлгеннен соң қажетіне, ағайын сыйласпасаң тірі күнде. Мекені жар қанаттың жар болады, мінезі ақылсыздың тар болады. Кім тыңдар кімнің сөзін құнсыз болса, біреуге біреу ертең зар болады. Ағашқай аты жөнім жазылғанша, мен үшін бір жер ошақ қазылғанша. Төгейін көкіректің жыр маржанын, бөлісіп ал қолыңдағай қазыннанша. Жампәнде жалғыз рет өмір сүрмек, жағайын жүрегімнің отын үрлеп. Тірлікте түк бітірмей кеткен жаман, кедейім мойнымдағы борышты өтеп. Тірлікте түк бітірмей кеткен жаман, кедейім мойнымдағы